Және екінші мысал сіздерде мынадай болуы мүмкін. Қыстың бір күнінде сіздер қатты мороженое жегілеріңіз келуі мүмкін. Қатты жегілеріңіз келіп тұр, сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз, душаларыңыз айтады, мороженое же, мороженое же, мороженое же дейді. Бірақ сіз ақылыңызға жүгінесіз, айтады, ақылыңыз айтады, ай Лаура, қайдағы саған балмұздақ, қайдағы мороженое, айтшы, мына салқында сен мороженое жейтін болсаң, сен ауырасың, денсаулығыңа зиян келеді, ауыл саған ұнай ма деген сияқтылар түрлі саған себептер тауып береді. Кейін сіз дұрыс айтады, мен егер де қыста мороженое жейтін болсам, мен ауырып қалам, денсаулығым нашарлайды деген сияқты ойлайсыз да әрі қарай кете бересіз. Олай да болмайды. Міндетті түрде душаңыз қалап тұр ма сіздің мороженое жегеніңізді дәл қазір, онда дәл қазір мороженое жеңіз, алыңыз. Сонда ғана сіздің душаңыз рахаттанады, күлет, қуанышқа толы болады. Сіз жадырайсыз, кәдімгі шайнап, рахат сезімге бөленесіз. Жарайды ма? Сондықтан да сіздерге айтатыным, міндетті түрде қандай жағдай болмасын, өтінемін сіздерден, душаларыңызды тыңдаңыздаршы, ішкі жан дүниелеріңізді тыңдаңыздаршы, сол арқылы жүріңіздерші. Сыртқы ортамен, ақылыңызбен ешқашанда жүрудің қажеті жоқ. Жарайды ма? Сонда ғана сіз өзіңізді қуантасыз, өзіңізге көңіл бөлесіз, өзіңіздің құндылығыңызды ешқашан жоғалтпайсыз. Жақсы? Сіздермен келістік деген үлкен үміттемін. Егер де адам өз қалауымен өмір сүрмесе, онда ол адамның өзге үшін өмір сүріп жатыр дегендігі. Өзіңіз қалағандағыдай өмір сүре алмадыңыз ба, онда сіз кім үшін өмір сүріп жатырғандығыңызды ойлаңыз, сараптаңыз. Бірақ әрқашанда адам өз үшін өмір сүру керек, ең біріншіден. Өзін ойлау керек, өзіне жетер-жетістігіне жету керек, әрі қарай екінші қадам өзгені ойлау, өзгеге көмектесу, қол ұшын созу, қолғанат жасау, яғни. Жарайды ма? Көп адамдар сыртқы кейіппен өмір сүреді. Яғни сыртқы әсермен, алдыңғы тақырыпта мен сіздерге айттым, адамның ішкі жан дүниесі, сыртқы жан дүниесі болады дегенде, сыртқымен көп сүреді адамдар. Киімім жақсы болсын, мына шаш, мына көз, макияж, тырнақ, мынаның бәрі жақсы болсын деп сыртқымен өмір сүреді, ішін бәрін білмейді, іші өліп жатады ол адамнан. Яғни олай болмайды. Бір мысал келтіріп кетейін сізге. Атақты модель бар, бір қыз, мықты атақты. Оны барлық жерге суретке шақырады, фотоға түсуге ұсыныстар тастайды. Жақсы ақша табады, өзіне керектісін бәрін алып алған, өзінің жағдайын бәрін жасап алған, бірақ оның жаны жай таппайды. Жасайды, қояды, әрі қарай ол келеді, не істеп жүргендігін білмейді. Бұл өмірде не үшін өмір сүріп жатырғандығын білмейді. Кім үшін өмір сүріп жатырғандығын білмейді. Қиналады, яғни. Барып келеді, досы маған ұнайды, мен атақты боламын дейді, бірақ әрі қарай оның ішкі жан дүниесі қалыпты емес, яғни тыныштық бермей жатыр оған да. Кейін ол бір мәселеге айналады. Мәселеге айналғаннан кейін менің ұстазыма келеді. Менің ұстазыма келгеннен ол екеуі отырып шешеді сол мәселені. Ең соңында шешіп келгенде, яғни сол адамның анасы болады. Яғни анасы болады, әкесі жоқ болады. Анасы күнде құттай кезінде ол қыз қайта берген. Сен жамансың, сен өзімшілсің, сен мына қызға қарағанда сен өте төменсің. Сенің сабағың кілең нашар деп күнде мына баласының миына құя берген. Жамансың, нашарсың деген сөздерді, кілең сөздердің бәрін құя берген. Ал ана қыз оның бәрін жинай берген. Үлкен болады, бой жетеді. Дәл сол сөздер, анасының айтқан сөздері миында қалып қояды да, ол уже өседі, өскеннен кейін ол үлкен мәселеге айналады. Мәселеге айналғаннан кейін ол іс-әрекетті, анасының айтылған сөзін, яғни ол қыз ұмытып кетеді. Бірақ мына ішкі жан дүниесі оның айттым ғой, тыныштық бермейді. Яғни содан кейін сол қыздың өзіне деген қарым-қатынасы да нашарлай береді. Ол яғни сыртқы өмірмен өмір сүреді. Ішкі жан дүниесін мүлдем тыңдамайтын ол өседі. Яғни сіздер сараптап қараңыздаршы, мен сіздерге бана айттым ғой, ол адам сыртқы өмірмен яғни өмір сүреді. Модель, ол кісі фотосессия күнделікті барып тұрады, фотоға түсіреді ол қызды. Яғни ішкі жан дүниесіне үңілмеген қыз, мана айттым сіздерге. Оның бәрі неге келіп соғады?
самооценканың төмендігіне әкеліп соғады. Құрметті ата-аналар, мен сіздерге не айтқым келіп отыр? Білесіздер ме? Егер де ата-анадан жылулық көрген бала самооценкасы ешқашан еш уақытта төмендемейді. Ата-анасы жылулық баласына дұрыс берді ме, онда самооценкасы жоғары болады ол баланың. Махаббатта, жылулықта өскен баланың самооценкасы өте керемет болады. Сондықтан да көріп отырғандағыздай мына қыздың самооценкасы өте төмен болды. Анасы оны күнделікті жаман сөздер айта берді, ең соңында дәл сондай болып қалды. Ал мен сіздерге не айтқым келіп отыр? Керісінше сен жақсысың, сен қолынан келеді деген сөздерді күнделікті емес, аптасын айтсаңыздар да, оның миы соны сақтап алғаннан кейін ол солай сезіне бастайды, солай өсе бастайды. Соны ұмытпаңыздар, жарайды ма? Және сіздер ешқашанда өзге үшін өмір сүрмеу керексіздер, біріншіден. Екіншіден, сіздер ешқашан еш уақытта ештеңені ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ. Ешқандай адамға, жарайды ма? Өздеріңіз үшін өмір сүру керексіздер, және кей кездер жоқ деп айтуды үйрену керексіздер. Мысалға, мен құрбымызды айтты, Лаура, сен мына жерге барасың ба? Ренжіме, мен бара алмаймын, жоқ деуге болмайды. Олай мүлдем жасамаңыздар, ол қате. Сәлем, қалың қалай? Жоқ, ренжімеші, мен дәл бүгін бара алмаймын. Бір себеп болып тұр, бір жерге барайын деп тұр едім. Бірақ сенімен қатты барғым келіп тұр. Мүмкін ертең барайықшы сенімен. Я болмаса екеуміз күнді белгілеп барайық деген жауап дұрыс болады. Жарайды ма? Сондықтан да мен сіздерге сондай айтқым келіп отыр. Және сіздер яғни бір қандай да бір жетістікке жеттіңіздер ме? Өзіңіздің душаларыңыздың қалағанын орындадыңыздар ма? Өздеріңіздің бір көңілге келерлік бір қат жасағыңыз келген, әрмен қарай қадамдар жасап, сол нәрсені жеттіңіз бе? Үлкен бір жетістікке. Міндетті түрде өзіңізге сыйлық жасаңыз. Қандай болмасын сыйлық жасаңыз. Мейлі ол тәтті шай тортпен болсын, мейлі ол отбасымен қыдыру болсын, мейлі ол кино көру болсын. Кішкентай нәрседен бастап өзіңізге сыйлық жасауды үйреніңіз. Сонда ғана сіздің мына түйсіктеріңіз, өздеріңіз, мендеріңіз сіздерге алғысын айта отырып, одан сайын сіздерге жетістік жетуге көмектеседі. Және екіншіден, жетістікке қол жеткіздіңіздер ме? Онда бұрынғы өткен жетістіктеріңізді ұмытып кетпеңіздер. Жетейін деп отырған жетістіктеріне X қойып тастайды, сіздердің естеріңізде болсын. Сондықтан да бұрынғы өткен жетістіктеріңізді еске ала отырып, шүкіршілік айта отырып барып, жоғарыға қарай жетіңіздер. Жарайды ма? Сонда ғана жоғарыға қарай сіздер сат-сатымен қарай көтеріле бастайсыздар. Сіздерге айтқым келгені осы: самооценкаларыңыз жоғары болсын, өздеріңізді жақсы көріңіздер, сүйіңіздер, дәл сол қалпыңызбен қабылдаңыздар. Және кейбір адамдар бар, өздерін қабылдай алмайды. Менің мына фигурам ұнамайды, менің мына дене бітімім бір-біріне сәйкес келмейді дейтін адамдар көп. Көзім үлкен, мұрным үлкен, аузым үлкен деген адамдар бар. Олай болмайды. Сізді дәл осы жаратылысыңызбен жаратты ма Алла? Онда сіз ең керемет адамсыз. Себебі сіздің 12 мүшеңіз сау, соны ұмытпаңыз, жарайды ма? Соны дәл осы жаратылысыңызды қабылдай біліңіз. Соған шүкіршілік айтып, рахмет айта отырып барып, әрі қарай қадамдар жасай бастаңыз. Құндылығыңызды жоғалтып алмаңыз. Күндеріңізге сәттілік. Егер сұрағыңыз болса, міндетті түрде сіздерге комментарийға қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ойыма келіп сіздерге бір нәрсе айту керек нәрселерімді айттым деген үлкен үміттемін. Сәттілік, рахмет. Сіздермен Лаура.